Юрген Клоп Ливерпульден ешқайда да кетпейтінін айтты. Томас Тухель пассажының тізгініне қайта боралуы мүмкін бе? Алдағы жазда Харри Кейнді алу Баварияның басты мақсаты болып отыр. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі шығарылымда. Алдыңғы видеодағы айтқан сұранысымызды екі етпестен бізге су жаңадан 68 жазылушы тіркелген екен. Қолдауларыңыз бен белсенділіктеріңіз үшін барлықтарыңызға алғыс айтамыз. Әдеттегідей келесі жаңа видеоға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Өзіміздің жазылушыларымызға қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға жазылып, видеоға лайк басып қолдап жіберсеңіздер өте керемет болатын еді. Ендеше біз бастаймыз. Еуропа лигасының 16-1 финалдық кезеңінің ойыны аясында Барселона командасы өз алаңда Манчестер Юнайтедпен 2-2 есебімен тең ойнады. Каталондықтар сапына Маркос Алонсо мен Рафиня гол соғып көзге түскен болса, ал қызыл сойқандар сапында Маркус Решфорд ерекшеленді. Сондай-ақ Жюль Конденің автоголы бар. Чемпиондар лигасындағы голдар аз болып, қызықсыз өткен ойындардан кейін бұл ойын өте тартысты деңгейде өтті. Шешуші жауапты ойын 23 ақпан күніне жоспарланған. Ағылшындық шабуылшы Решфорд нағыз керемет бабында екендігін кезекті рет дәлелдеді. Осымен ол 4 ойын қатарынан гол соғып келе жатыр. Келесі болатын ойынға Барселонадан Гави сары қағаздың көптігіне байланысты нақты түрде қатыса алмайды. Сонымен қоса жарақат алып қалған Педридің де қатысуы екі талай. Ойыннан соң қос команданың жаттықтырушылары не айтты екен? Тыңдап көрейік. Өте тең дәрежедегі ойын, біз керемет командамен ойнадық. Біз жеңісті голды соға аламыз дегендей сезім болған еді. Барлығы Олд Траффордта шешіледі. Ол жерге келесі раундқа жолдама алу үшін барамыз. Ойын барысындағы кей сәттерде допты алға шығаруымыз қиын болып жатты. Дегенмен орындап шықтық. Сондай-ақ біз доптан айырылған кездерде прессингті жақсы жасадық. Бірақ Манчестер Юнайтедте дұрыс шешім қабылдайтын керемет ойыншылар. Мен ойынның 85 минутында доп Фредтің қолына тиген кезді анық пенальти деп есептеймін. Ойыннан кейін төрешіге барып, бұның анық пенальти екенін айттым. Ол енді ештеңені де өзгертпейді. Жеңіске жеткіміз келіп, соңында керемет мүмкіндіктер болған еді. Қолдан келмегені өкінішті. Төрешінің жұмысы ойынға үлкен әсер етті. Решфорд қақпашымен бірге-бір шыққан кезде қызыл қағаз көрсетілуі тиіс еді. Бұл дәл Чемпиондар лигасының ойынындай болды. Өте көп мүмкіндіктерді ұйымдастырып, біз үздік болдық. Үзіліске 0-0 есебімен кеткенімізге аздап қапалы болдым. Дегенмен матч керемет өтті. Екі командада шабуылдай берді. Ойыннан рахатқа бөлендім. Решфорд тамаша бабында. Толыққанда командамыз жақсы өнер көрсетіп шықты. Деген екен голландиялық маман. Тартысты өткен бұл ойын туралы сіздер не айтасыздар? Қай эпизодтарда пенальти белгіленуі тиіс еді деп есептейсіздер? Және келесі кезеңге қай команданың өткенін қалайсыздар? Пікірге өз ой болжамдарыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Біздің басқа да айтатын жаңалықтарымыз бар. Енді соған кезек берейік. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Ливерпульдің бас бапкері Юрген Клоп командасындағы сәтсіз нәтижелерге қарамастан кету жайында мүлдем ойланбауда екенін айтты. Мен Ливерпульден кетпеймін, мен бұны жасай алмаймын. Маған өте үлкен жауапкершілік жүктелген. Осында жұмыс жасауда қалаймын. Қазір бізде қиын кезең, және бұл маған ұнамайды. Бірақ қазір біз басқа клубтармен салыстырғандағы Ливерпульдің басты ерекшелігін көрсете аламыз. Егер жанкүйерлер маған сенсе, онда біз осылардан барлығынан бірге өтіп, кейін жақсы кезеңдер қайтадан келе жатар, деп жеткізген екен Клоп Sky Sportsқа жеткізген сұхбатында. Челсидің жартылай қорғаушысы Мейсон Маунт мансабын басқа ағылшындық команданың сапында жалғастыруы мүмкін. ESPN баспасының ақпараты бойынша ойыншымен Лондонда клуб келісім шарттың ұзартуы бойынша ортақ келісімге келе алмай тығырыққа тірелген. Келіспеушіліктің басты себептерінің бірі ағылшындық ойыншы ұзақ мерзімді келісім шартта қаламайды. Сонымен қоса ол жалақысының көбеюін талап етіп сұрауда. Мейсон Маунттың жағдайын Ливерпуль, Манчестер Юнайтед және Манчестер Сити клубтары мұқият түрде бақылап қарастырып отыр. Ағымдағы маусымда 21 кездесуге қатысқан жартылай қорғаушы 3 голды соғып ерекшеленген. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім?
Мадридтік Реалдың француздық шабуылшысы Карим Бензема Испания чемпионатында ең көп гол соққан Реал ойыншыларының арасында екінші орынға шықты. Өткендегі Элчемен болған ойында дубль жасап көзге түскен Бенземаның Ла Лигадағы соққан жалпы голдарының саны 230-ға жетіп отыр. Бұл көрсеткіш бойынша ол Мадридтік команданың аңызы Раульден басып озды. Ла Лигада Реал ойыншылары арасынан ең көп голды соққан ол Криштиану Роналду болып табылады. Оның еншісінде 311 голы бар. Осы маусымда 23 матчқа қатысқан Бензема 16 гол және 4 гол пасты еншілеген. ПСЖ-ның қорғаушысы Серхио Рамос Парижді клубпен келісім шартының аяқталып бара жатқандығына байланысты сөз қозғап өтті. Мен күннен күнге өмір сүруімді жалғастырудамын. Өткен маусым өте қиын болды. Қазір мен менталдық және физикалық тұрғыдан өзімді жақсы сезінудемін. Және ең бастысы осы. Мен алдағы болашақ жайында ойланбаймын. Не болатынын жазда көре жатармыз, деп айтқан екен Рамос RMC спортқа жеткізген интервьюінде. Бавария клубы Тоттенхемнің шабуылшысы Харри Кейнді алдағы келесі жазға трансферлік терезеде сатып алуды қалайды. Осы жайында Байерн Жермани баспасы хабарлауда. Баспаның ақпараты бойынша ағылшындық шабуылшы Мюнхендік клубтың алдағы жазға деген ең басты көздеген мақсаты болып отыр. Лондонда клубпен келісімі 2024 жылдың жазында мәресіне жететін ойыншыны немістік ұжым арзанырақ бағаға аламыз деген үмітте. Сонымен қоса оған Манчестер Юнайтед командасының да қызығушылығы бар. Осы маусымда 32 ойынға қатысқан кейін 19 голды соғып және 3 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Пари Сен-Жермен клубы немістік бапкер Томас Тухельді өздерінің тізгіндеріне қайтарып алуы мүмкін. Осы жөнде RMC спорт баспасы мәлімдеуде. Ақпараттар бойынша немістік маманның командаға қайтып оралғанын ПСЖ клубының басшылығындағы кейбіреулері қолдайды. Команданың қазіргі бапкері Кристоф Гальти егер клуб Чемпиондар лигасында сәтсіздікке ұшырайтын болса, онда бірден қызметінен босатылуы әбден ықтимал. Айтып өтсек, Томас Тухель ПСЖ-ны 2018 бен 2020 жылдар аралығында жаттықтырған болатын. Оның тізгінінде Парижді клуб 2019-20 жылғы маусымда Чемпиондар лигасының финалына дейін жеткен еді. Итальяндық жаттықтырушы Карло Анчелотти Мадридтік Реал клубының Ювентус шабуылшысы Душан Влаховичке қызығушылық танытуы жайындағы таралған ақпаратқа қатысты пікірмен бөлісті. Реалға жаңа 9-дық қажет пе? Бұл қызықтырарлықтай ұсыныс. Бізде Бензема бар. Ол жас бала емес, бірақ ол келесі маусымда бізбен бірге болады және негізгі құрамда ойнайтын болады. Қазір келесі маусым туралы ойланатын кез емес. Бізді Испания чемпионаты мен Чемпиондар лигасының ойындары күтіп тұр, деген екен Анчелотти Маркаға жеткізген сұхбатында. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.